Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздерге мықты үй жағдайына қажетті лайфхакпен бөлісетін боламын. Тек қана бір ғана заттың көмегімен сіз үйдегі дағы кетпей тұрған ақ киім, түрлі түсті киім болсын, ыдыс, жиһаз, кілем, плитадағы дақтар болсын, және аяқ киімдегі кетпей тұрған дақтар болсын, барлығын осы таза эко өнім және гипоаллергенный өніммен тазалай аласыздар. Қыздар, менде мына тұрған шәйнегімнің дағы мүлдем кетпей тұрған, қанша жусам да ішіндегі дағы кетпей қап-қара күс болып тұр еді. Осы таза өнімінің 2 ас қасығын салып, үстіне қайнап сақырлап тұрған суды құйып, жарты сағатқа қойып едім. Енді нәтижесі керемет. Видеодан қазір көресіздер. Осындай реакция беретін болады. Ешқандай қолға зияны жоқ. Ыдысқа да, мысалға киімдегі дақтарды кетіретін болсаңыздар да ешқандай матаға зияны жоқ бұл өнімнің. Қараңыздар, нәтижесі осындай әппақ тап-таза болып шығады. Және эксперимент ретінде мен өзімнің осындай ұлымның футболкасын алып, үстіне даг жоқ кеткен екен. Оның үстіне тағы да ластап, үстіне зеленканы жақтым да 2 ас қасық таза өнімін салып, қайнап тұрған ыстық суды құйып 30 минутқа тағы да қойып қойдым да нәтижесін көрейін дедім. Тағы бір эксперимент жасадым, қыздар. Таза өнімі матаға еш зияны жоқ. Көгерген жағымсыз иістер болса да бір жасағаннан жоқ қылады. Тіпті тасы жоқ алтын тақсаңыздар да оны да тазалап алсаңыздар болады. Сіздерге таза эко өнімінің көрсетіп жатқан нәтижелері ұнап жатыр деп ойлаймын. Сол себепті қайдан алам деп отырған болсаңыздар, қазір төменге описание бөліміне Instagram парақшасын белгілеп қоямын. Сол жерден отзывтарын көрсеңіздер, немесе ақпарат алғыларыңыз келсе, Instagram парақшасына өтіп біле аласыздар. Барлық ақпарат сол жерде, бірақ нәтижесі енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қандай да бір дақ болсын, йодтың, майдың, және кие жағып қалса, зеленка болсын, барлық дақтарды еш қорықпай осылай кетіре аласыздар. Және тағы да бір эксперимент жасап, өзімнің кетпей тұрған нәскидегі кірді, қызымның үстіндегі әппақ күртешесінің дағы кетпей тұрған еді. Осы таза өнімін пайдаланып кетіріп көрейінші дедім. Тағы да енді осылай 2 ас қасығын салып, үстіне ыстық суды құйып, тағы да 30 минутқа қойып қойдым. Нәтижесі енді видеода көріп тұрғандарыңыздай әппақ тап-таза жап-жаңа сатып алған киімдей осылай әппақ болып шығады. Ата-аналар сабаққа баратын баламның ақ кофталарындағы қаламның сызылғанын қалай кетіремін деп жатады. Міне сіздерге осы таза өнімін алуды кеңес беремін. Осымен алып тезірек тазартып алу өте оңайырақ. Таза өнімінде тек ұнтақ емес, таза сабыны да бар, яғни кір сабын. Қызымның кетпей тұрған осы жасылдағы көптен бері кетіре алмай жүредім. Осы сабынмен 1-2 ысқылап едім, дағы деген тез кетіп қалды. Сіздерге енді осы сабынды да алып көруге кеңес беремін. Күнделікті жуылу керек 1-2 киім болса, кір машинаға салмай-ақ осылай таза сабынмен 1-2 ысқылап жіберсеңіздер, нәтижесі енді видеодағыдай міндетті түрде алып көріңіздер. Видео ұнаса лүпіл бас сақтап алыңыздар және жақыныңызбен бөлісіп қойуды да ұмытпаңыздар.